Сәлем достар, бізде бір-бірінізіне қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, және менің бүгінгі видеом ол влог болады, неужели влог. Және бүгін бізде 11 апрель, және сағат бізде 11:30. Яғни 12 апрель болуға жарты сағат қалды. Ал 12 апрель не? Дұрыс айтасыздар, 12 апрель ол Аружанның туған күні. Сол үшін қазір біз дайындалатын боламыз. Мен бүгін сыйлықтарды алып қойдым. Енді мен андай күшті сыйлық жасай алмаймын. Себебі менің зарплатама келген жоқ. Сол үшін мен әлі өте күшті қымбат сыйлық жасай алмаймын. Но самый главный, достар, самый главный ол әрине шын жүректен сыйлық жасау. Сол үшін мен қазір сіздермен бірге Аружанға сыйлық жасайтын боламын. Жасаймын деген кезде 1-2 затты ғана жасаймын, себебі мен уже кейбіреулерін сатып алдым. Короче, сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Сіздер міндетті түрде лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Ой, болса біз видеомызды бастаймыз, ал біз бастаймыз, кеттік. Ал достар, мен сіздерге бірінші көрсетейін өзімнің сыйлығымды. Ол мынандай кішкентай ғана пакетик. Бірінші, негізі мен мынандай сыйлықты өзімнің подружкама да туған күніне осындай примерно істегенмін. Енді қазір мен сіздермен бірге көрсететін боламын. Біріншісі ол Аружанның ең сүйікті агушасы. Мынандай, короче, мультифрукт. Аружан агушаны қатты жақсы көреді, және де мына жерлерде де агушаның бір пачкасы жатқан. Так, келесі зат ол мындай Спанч Боб пен стикерлер. Бұл жерде, короче, бірнеше стикерлер бар. Спанч Бобтың мынандай түрі, мынандай түрі, мынандай түрі, мынандай Санта Клаус, және де мынандай и мынандай түрі. Осындай Спанч Бобтар. Және де келесі мынандай, короче, открыточка. Все для тебя деген. Мен подружкама тура осындай открытка бергенмін. Және де қазір мен мынаның артына ондай қазір популярны, қазір емес, вообще популярны болды ғой. Всякие тинтпен поцелуйчиктер жасайды. Сосын тілектер жазады, короче, соны істеймін. Так, және де ең соңғы ол мынандай 2 браслетик. Браслет дегенде осындай күшті, браслетик бұл істеп табуға да болады, себебі менікі. И вот типа как парные, но бірдей цвет болған жоқ, сол үшін придется осындай. Мамам келді қазір. Достар, енді мен сіздерге көрсеттім сыйлығымды. Жаңағы поцелуйчиктерді давайте істейік. Бірақ одан кейін менің көзім ернім қатты қызыл болады. Но для сестры ничего не жалко. О май гад. Фу, боже, кринж. Кринж. Ну, самое главное, бізде подарок шықты. Енді біз не жазамыз? Давайте ойланайық. Так, маған қара ручка керек, себебі қара ручкамен қызыл фонға жынды кетеді. Менде бірақ блеск кішкене кепсін. Бүйтіп кішкене жоғайық. Давайте қазақша жазамыз. Біз қазақ болып туылмағанда не істерем?
короче, мне оқылаңыздар сапқа қойып. Все, вот уақыт бітті. Менің столым Аружанға жасап жатқан. Достар, қазір бізде примерно 10 минуттай қалды. Аружанның туған күніне, және де мен Аружанға пранк жасағым келіп тұр, өте қатты жасағым келіп тұр. Мынау бізде енді настоящий подарок болады. Біз барып бүйтіп саламыз. Бірақ бірінші бізге пранк болу үшін Аружанға менің ескі заттарымды типа подарок сияқты алып беремін. Менің ойымша өте қызықты болады. Сіздер соны дейін көріңіздер. Короче, қараңыздар, мына жерден мен мынандай өте старый коробка тауып алдым. Қазір осы коробкаға керек емес бір жаман заттарды салып қоямын. Содан кейін, короче, Аружанның реакциясын көретін боламыз. Давайте кеттік. Бірінші подарок, типа подарок. Осындай, короче, плойка. Бұл менікі, менің влогтарымды көрсеңіздер, мен өзіме алғам. Ну, типа подарок сияқты Аружанға саламыз. Еще. Опс. Мынандай мишка. Ойбай, мишка. Ит тоже маған сыйлыққа берген, но мен оны Аружанға берем. Аружан жылағамыз алды, Аружан негізі өте чувствительный. Сол үшін. Мен қарай түссеңізші. Охранадан сұрасаңызшы. Короче, мамам бургерге заказ берді, біз Аружанды. Асты ашық тұрма бірақ. Біз Аружанды, короче, күшті қылып поздравить етеміз. Атпақ Бургермен, свечамен. Жоқ. Короче, келесі зат ол мынандай спонжик. Бұл спонжик еще кір-кір. Ну, это лучший подарок. Және де осындай массажер для головы. Тағы да бір үлкен бір затты салып жүру керек. И вот сол кезде қызықты болады. Бұл менің шалбарым. Және де бұл шалбар, короче, ну, не очень шалбар. Бершкадан алғам. Еще бұл шалбарды типа мен Аружанға бұрында бергем. Но Аружанға ұнамаған. Еще Аружанға үлкен болған. Сол үшін мен қазір Аружанға осыны сыйлыққа беремін. Жылаққа масал бар ғой. Қорқынышты болады негізі. Көреміз, реакциясын бірге тамашалайтын боламыз. Чук-чук-чук. Самый тупой подарок. Реакциясы енді. Блин, достар, мен қатты қорқып тұрмын. Вдруг Аружан жылап қалады. Мен осы подарокты Аружан алғаннан кейін Аружанға реальный подарокты беремін. Сосын барып реакциясын көреміз. Қазір тағы бір заттарды салам. Сосын сіздер көресіздер. Ана жақтарда Аружан жүрді. И прямандай happy birthday to you деген өлеңдермен жүрді ана жерлерде. Либо оған достар уже скидывать етіп бастап жатыр. Қазір мен айтайын. Аружан. Аружан. Короче, ты только не расстраивайся, пожалуйста. Жыламайым деп айта берші, пожалуйста. Ренжімейсің ғой, менде осы жылы ақша болмай қалды, реально айтамын. Я подарки сделала, но недорогие прям. Қымбат емес. Қазір емес енді? Ну, жыламайсың ғой, я точно. Жоқ. Ренжімейсің ғой, я? Маған бәрібір әке берші. Қазір емес енді? Білем, сосын әкеші. Достар, уже 23:59. Мамам мен Мұхамеджан бургер алуға кетіп қалды. Қазір бургер кейіннен біз типа кетеміз де бәрін. Типа, мы кетеміз, то что Аружанның туған күні и так далее. Сосын Аружан өзі келген кезде құттықтаймыз. Это будет пушка, бомба, пранк. Пранк в 2 раза, короче.
Аружанды күтіп тұрмыз. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Не қылды жаным? Давай свечамыз ақып кетеді. Ой, свечамызды қараңдар. Давай откушай. Ал, енді Аружан 11-ге келді. Жаңа жасың құтты болсын, ботақаным. Кеш. Жөнім. Бұтым. Болды. Көңіл шеп өз. 11 жас емес, 100 жас жасап тастағанда жылап атсың ғой. Қызым, қуантсай қайта. 111-ге келгенде жылап жатыр ғой. Жаным, келіп құшақтасамыз. Мына екеуі құшақтасады екен ғой. Ал енді. Жандарым. Ты чё плачешь? Бұтам сол. Қалай енді бастамасы? Не знаю. 2 күн бұрын тойлап тастағанбыз ғой. Бұл қыздың туған күнінші класстастармен бірге тойлап тастағанбыз ғой. Сонымен бүгін сағат 12-де жібермейікші деп қызымызды күштілеп құттықтап жатырмыз. Жаным менің. Мына бургерді қазір 15 минут бұрын заказ бердік. 15 минуттың ішінде әкеп берді ғой. Тортқа үлгермедік. Торт ертең болады. Туған күн енді басталып жатыр ғой. Торт ертең болады. Бургер с боском будешь кушать, Аружан. Жоқ, алынып қалады ғой. Ал қызым, өмірің бургер сияқты тәтті болсын, балапан. Айша айтпаса онда болмайды. Айша айтпағанда болмайтын еді. Дұрыс айтасың. Мынандай бургер болмайтын еді. Ал, жей ғой, құлынтай. Сенікі. Мынаған алмадық бургер. Айшаға алдық қой. Алмадық? Тек саған ғана алдық. Неге? Сол 11-ге сен кеп жатсың ғой. Жөнім-ау. Алтыным сол. Өмірінде бір-ақ рет келеді ғой 11 жасқа, иә? Ал енді сыйлық, қазір Айша сыйлығын береді. Менің сыйлығым, Мұхамеджанның сыйлығы ертең болады. Жақсы ма? 12-ден кейін. Ақырасы жақсы. Менің, ақшам болған жоқ. Мен магазинге барып үлгермедім. Поэтому мне делал осындай подарок. Только ты не жмешь, пожалуйста, жылы. Қайсы? Фатима ұқсап беріп тұрған жаңа. Мынау не? Новый ма? Жоқ. Ең күшті подарок в жизни. Как раз мен ана бар ғой. Шалбарларым ана дышыға керемет еді. Не еді? Ішілген соқ, Айша. Хотя ішінбегенін бермедің ба? Ішіліп берген ғой. Пончик. Ой, пончикті полностью пончик. Ой, өзіңдікі ғой. Айша? Мынау байланылған ғой. Бола ма, Аружан? Жылап жүрмесін. Хотя бы. Мынаң бәрі үйдегі заттар ғой, сен қуасың ба? Жоқ. Саған берген тұрған. Фатима өстейді ғой. Фатима күнде маған өстіп, осындай пакетпен подарка әкеп береді. Тура Фатима ұқсап тұр ғой. На уже енді бөлек нәрсе. Красапеткаларыңыз ұйықтап жатыр, ауыз ашардан келген. Жұмыс тындырғандай болып жатыр ғой. Кішкентай ойо. Ұнай ма саған? Жақшыма сяды ма? Кішкентай, как раз челкамда бар. Крем ба? Не ол? Ох, шиді. Не зат деп тұрсам мен де бір. Басқа сыйлық таппадың ба, Айша? Это реально нужно же. Ты растешь. Самый нормальный шалбар. Еще вот этот. Извините, не было у меня денег, просто зарплата через айда бірақ келесі үшін. Болды ма енді? Мұхамеджан ертең сыйлайды Аружан сыйлығын. Мен де ертең Аружанның өзін апарам ертең. Сөйтіп өзі таңдап алады.
Это была пранк, Аружан. Мен ойласам Аружан жылайды, ренжиді. Истерика жасайды деп па? Потом күшті пранк шығамын десем, Аружан нормально реагировать етті. Мен осындай күшті подаркалар ма? Ал енді көрейік подаркаларыңды. Аружан көрсін бер. Шын подарок, но тоже бюджетный, себебі достар. Сен алдында ғана бір неде челленджді тағы сыйладың ғой? Иә. Бірақ енді мен зарплатам ұтып үшін. Бар ақшасына сыйлағаны. Агуша көрініп тұр енді. Агуша. Агуша. Хочешь жейтін бір нәрсе деп қойшы? Нахуй. Что за такое? Спанч Боб. Найма саған. Еще один подарок берем сам. Это только мой. Если что ба. Маған неше Спанч Боб тұр нақты? Түр. Давай спонжор. Сотканың ішіне салып алсаң күшті екен. Мына бағана ернін шөлпілдетіп отыр еді ғой. Мәселеге ердің Оқшы, оқшы. Ең керемет, әдемі, сұлу, көркем, әдеби, пысық, ақылды аруға арналады. Аружан, мен сені қатты жақсы көремін. Сен әлемдегі ең күшті сіңілісің. Мен сенің әпкең болған. Айтсың? Как я думала, жуайды так. Оқы. Мен сенің әпкең. Я не могу. Мен сенің әпкең. Анау құлайды. Әпкең болғаныма мүлде өкінбеймін. 100 рет алдыма таңдау қойса да әрқашан сені таңдаймын дейді. Вот. Керемет сөздер қандай. Ризасың ба? Жүректен шыққан сөздер, еріннен шыққан сөздер. Тұрды ана кісі, тұрды ойбай. Тұрды. Фатима, біз мына хаппи бөздей болып жатырық. Мамаң сол жақта. Мамаң ар жақта. Мен екем ғой. Бақамай қаппын ғой. Шешейік кел, шешейік. Иә. Алып бірші чүкші. Мәй, әке. Мамасы екенімді ұмытып кеттім. Мама, ғана кепенде қалдың ғой мен? Мамасы қайда екен? Мухаммеджан, где твой подарок? Завтра. Аружан, Можешь подарок? Аружан, пожалуйста, шын айтшы саған ұнады ма? Я. Мен реальный подарок ұнады ма? Что это? Маған да Шын подарок ұнады ма? пранковый подаркалар ұнады. Вот, короче, мынандай стикерлер жаңа сіздерге көрсеттім. Енді Аружан жаңа айтқандай, сенің туған күнің ертең болады. Уайымдама. Және де бүгін еще біздің Нағаш апамыздың туған күні. То есть Аружан мен Нағаш апамыздың. Нағаш апам меня не поздравила? Вот, ертең вот Нағаш апам мен мама, ойбай, Аружанның туған күнін бірге атап өтеміз. Қай жерде атап өтеміз? Кафеде. Ну, в принципе, традиция, как обычно. Жылда солай. Екеуінің күнін бір жерде атап өтеміз. Жылда. Апам все эти отыры қойды. Қой бізде звондай қапасын. Ал енді достар, ертеңге дейін кездескенше. Давайте. Пока.